Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы етеккірдің кешігуі, етеккір кешіккендегі тексеру жоспары. Жиі гинеколог қабылдауында ең жиі кездесетін шағымдардың бірі осы етеккір мәселесіне байланысты. Көбінесе қыз-келіншектер осы етеккірдің кешігуіне шағымданып жатады. Және де қазіргі таңда әлеуметтік желілерде де жекеге келетін ең жиі сұрақтардың бірі осы етеккір мәселесіне байланысты. Соған орай осы видеоны түсіруге шешім қабылдадым. Егер ақпарат қызық болатын болса, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Және де айта кетейін, медициналық сауаттылықты арттыруға байланысты менің Инстаграм және де Телеграмда арнайы парақшаларым бар. Ол жерде де осы гинекологиялық әйел денсаулығына байланысты түрлі ақпараттар беремін. Егер қызық болатын болса, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Ол жақтан да өте қажетті денсаулықтарыңызға байланысты ақпараттарды ала аласыздар. Енді етеккір циклі дегеніміз не? Жалпы қалыпты жағдайдағы ұзақтығы туралы айтатын болсақ, кешігу себебін анықтамас бұрын, жалпы етеккірдің орташа ұзақтығы 21 күн мен 35 күн аралығын қамтиды. Яғни бірінші етеккір күннен бастап, етеккір басталғаннан бастап, келесі етеккірдің келген уақытына дейін ол ең қысқа уақыт, яғни ең аз уақыт 21 күн болатын болса, ал ең ұзағы 35 күн, яғни бірінші етеккір басталған күннен бастап келесі етеккір басталғанға дейінгі уақыт 35 күнге дейін созылуы мүмкін. Яғни бұл қалыпты жағдай болып табылады. Себебі әр әйелдің денсаулық ерекшеліктеріне байланысты, сондықтан барлығында қатып қалған норма жоқ. Бірақ орташа есеппен 28-30 күн айлық деп жатамыз. Енді бұл етеккірдің ұзақтығы тікелей овуляцияға байланысты. Овуляция дегеніміз әйел жыныс ағзалары осы аналық безде әрбір ай сайын бір ұрық жасушасы, яғни ұрықтандыруға қабілетті ұрық жасушасы сыртқа қарай шыққан мерзімді овуляция күні деп атаймыз. Бұл овуляция күні ерте болуы мүмкін, немесе дәл уақытында болуы мүмкін, немесе кешірек болуы мүмкін. Соған байланысты етеккір не ерте келеді, не өз уақытында келеді, не кеш келуі мүмкін. Сондықтан осы овуляцияның дұрыс болуы, уақытында болуы өте маңызды болып табылады. Кейбір қыз-келіншектер былай ойлауы мүмкін: менің етеккірім 25 күн сайын келіп жүр, яғни өткен айда 25 күнге толтырып келді, енді келесі етеккірім кешігіп жатыр, міне 34-ші күні бірақ келді деуі мүмкін. Яғни бұл жерде кешігу 9 күнге жүріп тұр, бірақ бұл қалыпты болып саналады. Яғни 9 күн кешігіп жатса да, ол қалыпты жағдай. Себебі 35 күннің ішіне кіріп тұрғандықтан 34 күн ол қалыпты. Сондықтан егер етеккіріңіз ай сайын 1-2 күнге немесе бір аптаға кешігіп жататын болса, жалпы қосқанда 35 күннен аспайтын болса, ол қалыпты жағдай болып табылады. Оған уайымдаудың қажеті жоқ. Енді кейбір жағдайда етеккір 35 күннен асып кетуі мүмкін. Ол кезде ең бірінші біз не істеуіміз керек? Енді тексеру жоспарына келетін болсақ, ең бірінші ол несеп арқылы жүктілікті анықтауға арналған тест арқылы жүктілік бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Яғни 35 күннен асатын болса. Немесе қалыпты жағдайда мысалға етеккіріңіз әрбір 28 күн немесе 30 күн сайын келіп жүрді, одан кейін кешігіп жатса, сәл бірден, егер сіз тұрмыста болсан, жүктілікті жоспарлап жүрсеңіз, қатынаста болатын болса, онда ең бірінші жүктілік тестін тексеруге болады. Егер тесттен 10 нәтиже көрсеңіз, яғни 2 полоска көрсеңіз, онда тактика өзгереді. Егер сонда да ешқандай жүктілік жоқ болатын болса, ең дұрысы жүктілік гормоны ХГЧ-ні анықтауға арналған қан анализін тексерген дұрыс. Не тесті, немесе қан анализі. Бірақ біздерге, дәрігерлерге ең дұрысы ол қан анализі болып табылады. Себебі кейде тесті дұрыс жасамау, техникасын дұрыс қолданбау, немесе сроғы өтіп кеткен жарамсыз тесттерді қабылдау, оның барлығы жалған нәтижеге алып келуі мүмкін. Сондықтан қан анализін тапсырып көру керек. Осы шыққан анализ қорытындыларымен екінші кезінде гинекологтың консультациясына жазыламыз. Гинеколог өзінің консультациясында сізге ең бірінші жасайтын тексеріс әдісі ол гинекологиялық тексеру
тексеруі мүмкін арнайы креслоға шығарып. Одан кейін кіші жамбас ағзаларының ультрадыбыстық зерттеуі. Ол қыз балаларда іш арқылы тексерілсе, ал тұрмыстағы әйел кісілерде ол төменгі жақтан, яғни қынап арқылы тексеру арқылы осы сіздің жыныс ағзаларыңызға сипаттама береді. Овуляция болғанын, болмағанын, немесе осы жыныс ағзаларында қандай да бар кисталық түзілістер бар ма, жоқ па. Одан кейін осы жатырдың ішкі қабаты эндометрийдің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, яғни УЗИ арқылы барлық сіздің ішкі жақта орналасқан жыныс ағзаларыңызға сипаттама беріп, неден болу керек екен себептерін анықтауға көмектеседі. Енді ескерте кететін жағдай бар, жылына бір немесе 3 цикл, яғни бірден 3-ке дейінгі етеккір циклы ешқандай овуляциясыз және де 35 күннен ұзақ болуы мүмкін. Яғни бұл қалыпты жағдай. Мысалға, жылына сізде 1-2 немесе 3 етеккір циклыңыз кешігіп 35 күннен ұзағырақ келуі мүмкін, және бұл күндері овуляция болмауы мүмкін. Себебі әйел кісінің организмі, ағзасы ол робот емес, кейде ағза сондай көріністермен сізге етеккіріңізді ұзартып беруі мүмкін. Яғни бұл ешқандай да қорқынышты жағдай емес, қалыпты жағдай болып табылады. Сондықтан, егер денсаулығыңызда басқа шағымдар болмаса, тек қана етеккіріңіз кешігіп жатса, онда тексеріс нәтижесінде барлығы дұрыс болатын болса, онда сіздің организміңіздің осылай сізге беріп жатқан жауабы болуы мүмкін. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Келесі жағдай, келесі етеккірдің кешігуіне алып келетін ол қалыпты жағдайлардың бірі сары дене кистасы деп атаймыз. Жоғарыда айтқанымыздай, аналық безінде әрбір ай сайын бір ұрық, яғни аналық ұрық жасушасы пісіп, жетіліп шығады. Ол шыққан кезде жатыр түтігіне қарай кететін болса, орнында, осы ұясында сары дене түзіледі. Бұл сары дененің негізгі қызметі, егер жүктілік болатын болса, осы жүктіліктің жақсы өтуі үшін, баланың дамуы үшін арнайы прогестерон гормонын өндіріп отырады. Сондықтан жүктілік болғанын, болмағанын, осы сары дененің болуы мен овуляцияның болған болмағанын, прогестерон гормонының қанша мөлшерде екенін анықтай аламыз. Егер жүктілік болмайтын болса, бұл сары дене ыдырап, жоғалып кетеді организмнен. Кейбір жағдайда осы сары дене жүктілік болмаса да сақталып қалуы мүмкін, үлкен көлемде киста, яғни өсінді болуы мүмкін. Ол кистаға айналады, және де осылай 1-2-3 етеккір циклында тұрақтап қалуы мүмкін. Бірақ 3 циклдан артық болмайды, өзінен өзі ол жойылады. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бірақ бұның көлеміне де байланысты, кейде кистаның көлемі осылай ұлғайып кететін болса, онда дәрігерлер тексеріс барысында көлемі үлкен екенін білсе, міндетті түрде арнайы емдер, тіпті операциялық жолмен алып тастауға тура келеді. Себебі ол әйел организмінің денсаулығына зиян тудыруы мүмкін, және де ол кейде осы сары дененің кистасы да болмай, басқа кисталардың түрі болуы мүмкін. Сондықтан әйел кісі сақ болуы қажет, ешқандай да жаңағы белсенді спортпен айналысу, ауыр заттар көтермеу керек, себебі бұл жарылып кетуге алып келуі мүмкін. Және де кейбір кезде әйел кісілерде осы өскен бағытына байланысты, ол сол жақта болсын, сол қай жақта өсті осы сары дененің кистасы, сол аймақта, жыныс ағзалар аймағында ауру сезімін, астыға тартқан сияқты, бір шаншыған сияқты ауру сезімдерін беруі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сақтану керек, егер сары дене кистасы бар десе. Бірақ көп жағдайда бұл 1-2-3 етеккір циклында өздігімен кетіп қалатын киста түрі болып табылады. Сондықтан қорықпаймыз. Енді келесі себеп, кейде қалыпты жағдайда етеккір кешігу болуы мүмкін. Оларға ең бірінші әйел кісінің жұмысы, яғни стресс жағдайы, қарбаласып кету өмірінде, кейбір жағдайлар, оның барлығы біздің жүйке жүйеміздің тыныш болмауына, ол тікелей жыныс ағзаларына, яғни етеккір қызметіне кедергі жасауы мүмкін. Сондықтан, егер өміріңізде стресс болатын болса, мысалға қыз балаларда немесе студенттерде
өмірде жиі кездеседі. Экзамендерге дайындалу, немесе тұрмысқа шығу, соның барлығы ол кісілерге стресс арқылы әсер етуі мүмкін. Ол етекірдің кешігуіне алып келеді. Егер сол жағдайлардың барлығын жоятын болса, етекір қызметі қалыпқа түседі. Кей кезде климат өзгеру, яғни бір қаладан екінші қалаға, бір мемлекеттен екінші мемлекетке орын ауыстыру, ол да бізге не сыйлауы мүмкін, жүйке жүйемізге кері әсер етуі мүмкін, немесе біз қорқамыз, ол қалада қалай болады екен деген сияқты. Мүмкін ояқтың шынымен де климаты жақпауы мүмкін, немесе сіздің жүйке жүйеңізге керемет әсер етуі мүмкін. Оның барлығы етеккірдің ерте немесе кеш келуіне алып келеді. Сәйкесінше жол жүруде ұшақ, көлік, немесе жаңағы темір жол, соның барлығы ол да етеккірдің кешігуіне алып келуі мүмкін. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Сондықтан етеккір кешіккенде ең алдымен сіз өзіңізге есеп беру керексіз. Осы айда менің өмірімде не болды деген сияқты. Соған байланысты етеккір не үшін кешігіп жатқаны анықталады. Енді кейбір кезде етеккір тұрақты түрде ай сайын кешігіп келуі мүмкін. Ай сайын 35 күннен ұзақ уақытта келуі мүмкін. Оның кейбір себептері ол аналық безінің поликистозды синдромы. Қалыпты жағдайда әрбір ай сайын бізде аналық безінен бір ұрық жасушасы сыртқа қарай шығып отырады дедік. Ал кейбір патологиялар кезінде осы поликистоз сияқты олар сыртқа қарай өспейді, шықпайды, осы жерде жиналып, аналық бездің сыртындағы қабат қалыңдап, бізге киста түрінде көрінуі мүмкін, майда-майда. Осы кезде етеккір ай сайын кешігуі мүмкін цикл, немесе 2-3 айға мүлде келмей қалуы мүмкін. Және де аналық безінің семуі, яғни қызметінің нашарлауы кезінде кейбір әйел кісілерде осындай ұрық болуы керек аналық безінде, ал кейбір кісілерде мүлде ұрық болмайды, тек қана аналық безі болғанда. Сол кезде етеккір кешігуі мүмкін, немесе мүлдем жоқ болып кетуі мүмкін. Және де пролактин гормонының өте көп мөлшерде болуы, мысалы емізіп жүрген әйел кісілерде етеккір келмейді, сәйкесінше. Сол сияқты кейбір жағдайда патологиялық өзгерістер болуы мүмкін, аурулар. Сол кезде пролактин гормоны жоғарылап кетуі мүмкін, нәтижесінде етеккір кешігіп немесе мүлде келмеуі мүмкін. Және де қалқанша безінің алқымда орналасқан бездің қызметінің нашар болуы немесе жеткіліксіздігі де етеккірдің тұрақты түрде кешігіп немесе мүлде болмауына алып келуі мүмкін. Сондықтан, егер организмімізде етеккір тұрақты түрде кешігіп жататын болса, ол дереу дәрігерге барып, диагнозды қойып, дереу емдеуді талап етеді. Себебі әрбір қыз келіншек ол болашақ ана, сондықтан олар етеккірдің дұрыс болмауы болашақта жүктілі болуда қиындықтар тудыруы мүмкін. Егер берілген ақпараттар ұнаса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, және де пікірге өз ойларыңызды қалдырып, сұрақтарыңыз болса, осы гинекологиялық мәселе бойынша, онда қойсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.